Ардақ Назаров, сен мына Албаннан шыққан сайқал сүмелексің сен сатқансың, сен аманат, сен халық сайлаған жоқ. Ардақ Назаров, сен аманат партиясынан артынан барғансың. Өтірік па? Сенің баратын адам Ырысбек Сәрсенбай халықтың атынан міне бір-ақ адам бару керек еді. Міне сендер аманат партиясының алдына шығып алыңдар, жорғалап айтып отырсың әзір. Мен саясатпен білмеймін, араласпаймын деп. Саясат деген ол өмір ол. Түсіндің ба? Өмір. Білдің ба? Өміріміз ол. Болашақ өміріміз саясат деген сол, түсінсің. Ардақ Назаров, миың жетпесе мен саған айтайын. Ой азаматым. Бірес қойын, өмір бол, саясат деген болашақ біздің өміріміз. Сендер бір саясат бірдеңеден естейсіңдер. Дәулет Тұрлыхан спортсмен, аға Дәулет Тұрлыхан. Саған не бар ерде? Неменеге отырсың ерде? Немене халыққа жұмыс істеп отырсың? Өтірік па? Мына отырған депутаттардың бәрі аманат партиясынан. Сендер бар қоя. Халыққа жұмыс істемейсіңдер. Халыққа жұмыс істеп отырған жоқсыңдар. Істеп отырған заңдарың ба сол? Штрафтан штраф. Ойламаған штрафтарды тауып атсыңдар. Әлі тауып атсыңдар. Жаңа жылдан кейін мынандай заң шығады. Халық деген қаңғып, құл болып кетті ғой, тентіреп кеттік қой, айналайын. Депутаттар, сендер жұмыс істемесеңдер, анда жерден ұяттың несі жоқ. Мандаттарын тастаңдар да кете беріңдерші. Кетіңдер анда жерден, кетіңдер, неге отырсыңдар? Ақшаны миллиондап алып отырсыңдар ғой, айналайын. Халықтың ақшасын алып отырсыңдар ғой. Халыққа не жұмыс істеңдер, не жақсылық істедіңдер? Айтыңдаршы міне. Күні-түні бала шағасын бағам деп міне таксовать етеді жастар. Енді соларға қысым көрсетесіңдер. Завод қайда? Мына ауыл шаруашылығы қайда?